Сәлем баршаңызға, бүгін тағы да Xiaomi'дің арзан болса да топ құрылғысына шолу. Жақында ғана AirPods'тан 3 есе арзан Air 2 құлаққабына шолу жасаған едім. Бүгін одан да арзан Redmi AirDots құлаққабына шолу. Ал арзан болғанына қарамастан сапасы қандай екен, бүгін бірге анықтайық. Бұл Cosplay арнасы, менің атым Рауан, кеттік. Қорапшасы мынандай ақшыл көк болып келген екен, қарапайым, ал комплектациясы болатын болса бұдан бетер қарапайым. Мысалы, менің нұсқамда қуаттағыш кабелі мүлде болған жоқ, оның үстіне ол микро USB. Кезіндегі Android телефондардан қалған кабельді іздеп жүріп тауып алып, қолдана алдым. Бұдан басқа құлаққаптардың қорапшасы, олардың өзі және ауыспалы вакуумдық резинкелерден басқа ештеңе жоқ. Жалпы құлақта өте ыңғайлы жатады, жүгірген кезде, спортпен шұғылданған кезде менің ойымша өте ыңғайлы. Басыңды қай жаққа сілкісең де құлап кету деген жоқ. Ал дыбыс сапасынан келетін болсақ, Mi Air 2-ден қарағанда әлсіздеу сияқты. Себебі жоғары және орта жиіліктегі дыбыстарды кішкене сықырып береді. Сол жағасы ұнаған жоқ. Ал астыңғы бастар туралы мүлде айтпай қойын. Жалпы өзінің бағасына орташа қарапайым құлаққаптар сияқты дыбысты шығарады. Қолдануы өте қарапайым, бұл жерде сенсор деген мүлде жоқ. Бір рет бассаңыз тоқтайды өлең, екі рет бассаңыз келесі өлеңге ауысады, ал үш рет бассаңыз бір қадам артқа ауысады. Бар болғаны осы. Ал телефонмен қосу үшін құлағыңызға саласыз да, батырманы басасыз, сол уақытта Bluetooth баптауларына кіріп смартфондағы осы құлаққапқа қосыла аласыз. Бір рет қосылғаннан кейін бұл да келесі жолы автоматты түрде смартфонға жалғана береді. Дыбысталуы жайлы жаңа ғана айтып кеттім. Өлең тыңдауға болады жалпы, бірақ жоғарғы және орташа жиілікте кезде сықыру болмаса және құлақты ауыртып жібереді. Дыбысы Mi Air 2-ге қарағанда қаттырақ шығады, бірақ мен бұны плюс деп айта алмаймын, себебі қатты шыңғырған кезде менің құлағым ауырады және мен қатты дыбыстарды, қатты өлеңдерді тыңдағанды ұнатпаймын. Бұл әрине әркімге әртүрлі келетін баптаулар. Сондықтан да егер сіз қатты дыбыстар жақсы көрсеңіздер, еркін сатып алсаңыз болады. Әрине бұл құлаққаптар өте сапалы дыбысталуы маңызды емес. Өлең орташа жақсы өз бағасына сай шығады. Не дегенмен де базарға барып ноунейм Қытайдың бір күнде сынып қалатын құлаққаптарын сатып алғанша, осы Xiaomi'дің Redmi AirDots'ын алған дұрыс деп ойлаймын. Бұл құлаққаптардың маған бір ұнаған жері, мына қорапшасының кішкентай болғанына қарамастан 350 мАч қуаты бар екен, яғни мыналарды 3 рет толық қуаттай алады. Ал құлаққаптардың өзінің 40 мАч қуаты бар. Тоқтаусыз сізге 3-3,5 сағат бойы жұмыс істей алады. Жалпы алған кезде бұл құлаққаптар сізге 12-13 сағат еркін өлең тыңдауға мүмкіндік береді. Сонымен достар, мен бүгін Redmi AirDots құлаққаптарына шолу жасадым. Бағана айта кеткендей, дыбысталу маған аса ұнаған жоқ, тым қатты және кішкене сықыратын сияқты деп, бірақ Қытайдың белгісіз наушниктерін, құлаққаптарын сатып алғанша осы Redmi-ді алған дұрыс деп ойлаймын. Жалпы алдындағы Mi Air 2 және мына Redmi AirDots құлаққаптарын салыстыр десеңіздер, онда комментарияға жаза кетіңіздер, келесі видеоларда міндетті түрде екеуін салыстырып, қайсысын алған дұрыс екенін айтамын. Бұл Cosplay арнасы, келесі кездескенше сау!